біз бір жыл болды экологический кодексті әзірлеп жатырмыз. Бірінші сол тапсырма алғаннан кейін біз өзімізге бір сұрақтар қойдық. Қандай болу керек? Табиғатты, суға, ауаны қалай тазалау керек? Біздің қоршаған орта Еуропаның стандартымен қалай бірге болу керек? Адамдарға, өмір сүруге қалай ыңғайлы болу керек? Соның бәрін сұрақтарды қойғанбыз. Бүкіл әлемге специалистер жібердік, Европаға жібердік, Англияға бардық, Чехияға бардық, Северный Америкаға бардық. Сол жақтың практикасын көрдік, негізі өндіріс қалай жұмыс істейді екен, қандай талап қойылады экология жағынан, көп сондай әзірледік. Халықаралық эксперттерді шақырттық, бізге рекомендация болды көптеген. Соның бәрін алдыға алып отырып, үлкен жұмыс тобын құрдық. 200 адам, оның ішінде кәсіпкер орындары бар, ішінде индустрияның, қоғам, экологтар неше түрлі 200 адам, сонда жан-жақты мемлекеттік органдар мамандары. Бір жыл 40 рет жиналдық, соны талқыладық. Осы июнь ішінде біз соңғы версиясын жасап, госоргандарға, қоғамдық бірлестіктерге жібердік. Қазір көптеген бір ұсыныстар болды, келіспеушіліктер болды. Қазір біз оны тағы да енгізіп, 40% өзгертіп, тағы да талқылап, қазір 5 регионға шықтық, осылай халықпен кездесіп, түсіндіріп, негізі бағыттарды, мағыналарын бәрін түсіндіріп, осы 5 Алматыда болдық, Атырауда, Ақтөбеде, Маңғыстауға келдік. Министрдің өзі кеше Астанада өткізді. Көптеген өзгерістер ішінде. Бірінші мақсат ол ластаушы төлейді деген принцип бар бүкіл әлемде. Ол ластаушы төлейді деген принцип ең маңыздысы. Бізге штраф та ең маңызды емес негізі. Маңызды сол ластаған жерді орнына келтіру, болдырмау. Бар күшті соған салуымыз керек. Бізде мысалға бүкіл экологический бақылаудың бәрін, реттеудің бәрін бүкіл мекемелерге емес, ең ірі ластаушыларға. Мысалға ауаға ластаушылар бізде 80% ол ірі кәсіпкерлер. Соған біз талап қойымыз керек. Соған біз көп талаптарымызды өзгерттік. Қалай жобалау керек, комплексный экологический рұқсаттама, соны жаңадан институт кіргізіп жатырмыз. Ол деген жаңа технология енгізу керек. Мысалға алда келе жатқан әлемдерде қалай болады? Бірінші өндірісті кіргізу үшін, жобалау үшін тізім болады. Ең наилучший доступный технология дейді. Сол тізімнен сол технологияларды жобаға енгізеді, сол тізімнен технологияларды алып, соны қолданады. Кез келген технология емес, бізде мысалы бірнеше примерлер болды ғой. Мысалға басқа бір елдерден бір ең жақсы емес экология жағынан технология алып келетін. Енді сол принцип, сол технология алып келуге тиым салынады негізі. Мұнай өңдейтін компаниялардан алады, қалдықтарды, соны дұрыс өңдемейді, жерлері заңдастырмаған, рұқсаттамасы жоқ, өңдейтін оборудованиесі жоқ. Ондай фактылар шықты бізде. Біз енді келе жатқан заңда сол мекемелер тек қана лицензиямен жұмыс істейтін болады. Даже тасымалы, мысалға, ТБО шығаратын осы қаладан халықпен тұрмыстық қалдықтардың бәрі шығаруға разрешениемен, уведомление сондай документтер болады. Өйткені сол бағытта істейтін компаниялар, олар контрольда болу керек, бақылауда болу керек. Ол бірінші. Екіншісі, ремедиация деген біз понятие кіргізіп жатырмыз. Сондай. Ремедиация деген ол ластаған мекеме 100% бұрынғы көлеміне келтіру керек жерді сол баға келтірмеген кей кезде штраф төлегеннен сол орнына келтіру әлдеқандай қымбатқа түседі негізі. Бүкіл әлемде солай жұмыс істейді. Біз соған көңіл бөлеміз. Сол принципті кіргізіп жатырмыз. Программа жасайды, мысалға бір жерде мұнай төгіліп жатса, үлкен программа, жоба жасайды. Жобаның ішінде бүкіл қалай келтіретін, шөп, орнына қалай гумус, бәрін орнына келтіретін, бәрін жазылады. Оны біз қадағалаймыз. Егер болмай жатқан кезінде альтернативный мероприятие жасау керек. Басқа жерден ол шөп егу керек, ағаш егу керек, сондай биологический разнообразие көбейту керек. Сондай сол жағынан біз күшейтіп жатырмыз. Орнына Каспий бойынша қазіргі біздегі жұмыс істеп жатқан кодекстің ішінде де қатаң нелер талаптар бар өзінде негізі. Мысалға, сбростар тиым салынады. Мүмкін мекемеден болсын, мекемеден островтан болсын, бір өндірістен бір сброс болмау керек. Мүлдем. Ондай қазіргі кодексте бар.
бөлек раздел бар негізі сол Каспий теңізіне байланысты. Оған енді үлкен байлығымыз, экосистемасы өте нәзік, бізде солтүстік Каспийдің. Сондықтан бізге жаңа биоразнообразие дейді, ішіндегі ластану дейді, соған өте-өте қатаң бізде статьялар, кодекстар бар.